Сәлем достар, бүгін корндок дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сүт, бір жұмыртқа, қант, тұз, қопсытқыш, куркума қажет. Ұнымызды осылай електен өткізіп алатын боламыз. Өткізіп болғаннан соң үстінен кішкентай қасықпен тұзымызды, үлкен қасықпен қантымызды, куркуманы кішкентай қасықпен және қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң бөлек ыдысымызға бір жұмыртқамызды және сүтімізді құйып, оны да араластырамыз. Дайын тұрған қамырымызды осылай үстінен салып, барлығын толықтай түйіршік қалмайтындай қылып араластырамыз. Осындай масса болуы қажет. Енді осылай сосискаларымызды дайындайтын боламыз. Мен сосискалардың барлығын осылай ортасынан бөліп, барлығын осылай дайындап алдым. Барлық құрамын төменге жазып кететін боламын. Барлықтарыңызға дәл осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Осылай спашкамызды алып, сосискамызға осылай сұғып, барлығын дайын тұрған осылай қамырымызға осылай батыру арқылы қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Мен барлығын осылай алдын ала салып алып, біртіндеп осылай қуыра бастадым. Май міндетті түрде осылай қызып тұрған дұрыс. Осылай айналдыру арқылы қуырсаңыз, барлық шеті бірдей әдемі болып қуырылып шығады. Дәміне енді сөз жоқ, дәмі өте ерекше дәмді. Осылай қып-қызыл болғанша қуырып алатын боламыз. Осылай қуырып, өте дәмді болып шығады. Арасы ешқандай шикі, еш нәрсе болмайды. Осындай әдемі дәмді болып шығады. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Және тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.